Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен французша еттің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: тартылған ет, майонез, картошка, ірімшік, пияз және қызанақ. Ең алдымен картошкамызды жұқалап, домалақтап турап аламыз. Жұқалығы осындай болуы қажет. Барлық картошканы дәл осылай жұқа етіп турап шығамыз. Енді пиязымызды ұсақтап турап шығамыз. Майланған формамызға тартылған етімізді салып, біркелкі осылай жайып шығамыз. Дәміне қарай тұз себеміз. Үстіне ұсақтап туралған пиязымызды салып, біркелкі етіп шығамыз. Оның үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Майонездің үстіне картошканың барлығын салып шығамыз. Картошканың бетіне де тұз себеміз. Және үстіне майонез жағып шығамыз. Қасықпен осылай картошканың бетін барлығы жабылатындай етіп көмкеріп шығамыз. 200 градуста 45 минутқа қоямыз. Оған дейін қызанағымызды домалақтап осылай турап шығамыз. Французша еттің дайын болуына 5 минут қалған кезде пештен алып, бетіне ірімшікті салып, қайтадан 5 минутқа қоямыз. Міне бізде французша ет толығымен дайын, ірімшігі толықтай еріді. Енді бетіне қызанағымызды осылай қойып шығамыз. Міне біздің французша ет толықтай дайын. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.